Сәлем баршаңызға достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бір банан мен бір дана балмұздақтан ғана осындай өте дәмді әрі пайдалы қою коктейльді бірге дайындаймыз. Ең алдымен бананымыздың сыртын ашып, кішкене бөліктерге бөліп аламыз. Бұл бізге блендерлеу кезінде ыңғайлы болу үшін. Кейіннен осы туралған бананымызды шұңғыл ыдысқа немесе мен секілді арнайы блендердің ыдысына салып дайындап қоямыз. Және де бізге бір балмұздақ пен бір стакан сүт қажет болады. Келесі кезекте ыдысымызға балмұздағымызды салып және сүтімізді құямыз. Бұл жерде менде балмұздақ қарапайым, стакандағы балмұздақ, кез келген балмұздақты пайдалана берсеңіздер болады. Енді блендердің көмегімен бірнеше минуттың ішінде біздің коктейлімізді дайындаймыз. Қарап тұрсаңыз, небәрі 3 ингредиенттен және өте жылдам дайын болады. Менде осы құраммен 3 стаканға жақын коктейль шықты. Дәмі деген енді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес, өте қою әрі тәп-тәтті болып шықты. Әсіресе менің балам сүйіп ішті. Сіздер де міндетті түрде өз балапандарыңызға жасап қуантыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Мөлдір.